Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сүйікті қаламыз. Сабақтың мақсаты көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулы сөздерді ауызша жазбаша тілде қолдану. Жаңа сөздер: мейрамхана, аялдама, қонақ үй, көлік тұрағы, алаң, спорт сарайы, сауда үйі, дәмхана, сүйікті қаламыз. Есте сақта: кімнің, ненің. Егер сөз соңында а, о, е, я, м, н, ың әріптері кездесетін болса, нің деген жалғау жалғаймыз. Егер ж, з, и, қысқа и, л, у, р, ю деген әріптер келетін болса, дың деген жалғауды жазамыз. Б, в, г, д, к, қ, п, с, т, х, ц, ч деген әріптер келетін болса, тың деген жалғауларды жазылайтын боламыз. Мысалы, алма, а деген әріппен бітіп тұр, алманың деген жалғау жалғанады. Есеннің деген жалғау жалғанады. Сұңғар р әріпімен аяқталып тұр, дың деген жалғау жалғанады. Әли и деген әріппен аяқталып тұр, дың деген жалғау жалғанады. Жанат т деген әріппен аяқталып тұр, жанаттың деген жалғау жалғанады. Ержігіт тің деген жалғау жалғанады. Осыны есте сақтап алыңдар. Берілген сөз тіркестерін аудар. Олармен сөйлем құра. Мейрамхананың іші, сауда үйінің алды, спорт сарайының арты, көлік тұрағының қасы, алаңның айналасы, қонақ үйдің жаны. Дескриптормен таныс болайық. Сөз тіркестерін аударады 2 балл. Берілген сөз тіркестерімен сөйлем құрайды 3 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Көп нүктенің орнына ның, дың, тың жалғауларын қойып жаз. Жалғауларды сыз. Сенің, үйің жалғаулар жазамыз, қасында ескерткіш бар. Бұл мейрамхана жалғауды жазамыз, бөлмелері өте кең. Әлидің көлігі, қонақ үй жалғауды дұрыс жалғаймыз, алдында тұр. Орталық саябақ жалғауды жазамыз, ішінде адам өте көп. Дың, тың деген жалғауларды жазып шығамыз. Дескриптор сөйлемдерді көшіріп жазады 1 балл. Көп нүктенің орнына керекті жалғауларды қояды 2 балл. Жалғауларды сызады 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.